балаңыз тыныш отырмай, әр нәрсені ұстап көріп, қозғалыстан шаршамаса, бұл тәртіпсіздік емес. Бұл сенсорлық ізденіс. Яғни балаға денесін сезіну үшін көбірек стимул қажет. Стимул дегеніміз сырттан келген ақпаратты дұрыс қабылдауы. Мына жерде көрініп тұрған көрнекіліктердің барлығы сенсорлық интеграция сабақтарында жиі қолданатын көрнекіліктеріміз. Яғни баланың естіп қабылдауы, көріп қабылдауы, сипап сезіп қабылдауы, дәм сезу, тағы да басқа рецепторлар арқылы баланың миына стимуляция жіберу. Бұл арқылы баланың мінез құлқы, зейіні, сөйлеу және моторикасы қатар дамитын болады.